Достар, сіздерге сұрақ. Сатып алғаннан кейін не істеу керек? Вроде бы барлығы дұрыс. Сіз клиентті әкелдіңіз. Клиент сатып алды. Бірақ сатып алғаннан кейінгі процесс бар ма деген сұрақ бар. Осы кезде мен сіздерге қазіргі кезде барлығының айтатын бір сөзін айтып келеді. Жаңадан клиент әкелгеннен көрі, бұрынғы клиенттермен жұмыс жасаған әлде қайда ыңғайлы, әлде қайда оларға сату оңайырақ. Енді осы сөзді толығымен түсініп жүрген адамдар аз. Неге? Себебі бұрынғы клиенттерге қайдадан сату үшін сіз бұрынғы клиенттерге дұрыс қызмет көрсетуіңіз керек. Ал дұрыс қызмет дегеніміз не? Ол ең алдымен сіздің товарыңызды қолдануға көмектесу. Достар, товарды қолдануға көмектесу керек. Ол дегеніміз не? Мысалға, телефонды бердіңіз ба? Телефон бергеннен кейін бұл телефонның функциялары қандай? Бұл телефонды қалай қолдану керек? Бұл қандай жақсы жақтары бар деген сияқты арнайы ақпараттарды беруіңіз керек. Осындай мысалға мен сізге келтіре аламын. Қазіргі кезде Европада, Ресейде, қателеспесем, Apple компаниясының арнайы филиалдары бар. Яғни Apple'дың кез келген бір продукт сатып алдыңыз ба, соны қалай дұрыс қолдану керек екенін үйретеді, көрсетеді. Және де сіз оларға риза болғаныңыз соншалықты келесі жолы сіз солардан сатып алуға тырысасыз. Неге? Себебі сіздің артық сұрақтарыңыз жоқ, артық проблемаларыңыз жоқ. Жай ғана келдіңіз, сатып алдыңыз, үйрендіңіз, және де қолдана бердіңіз. Болды. Және де бүгінгі күні сіздерге айтып келетін де осы. Клиенттермен сатып алғанға дейінгі процесті жасап қойып, сатып алғаннан кейінгі процесті автоматтандыруға да болады. Достар. Яғни сатып алғаннан кейін арнайы автоворонкаларды, арнайы чат-боттарды, арнайы системаларды қолдану арқылы сіз ол адамдардың сізге деген сенімділігін арттыра аласыз. Сіз ол адамдардың сізден екінші, үшінші, төртінші, бесінші товарды сатып алуына көмектесе аласыз. Енді олай болса бұдан кейін барлығымызда клиентті тек әкелуді ғана емес, ол клиентпен қалай дұрыстап сөйлесу керек, қалай оларды өзімізде ұстап қалу керек, қалай ол адамдарды ары қарай дұрыс сервис көрсету арқылы біздің келесі товарларымызды сатып алу керек екенін ойланып жүрейік.